Егер FIFA-да қазақ ютуберлерінен құрам жинап, оларды Испанияда ойнатса, дәлірек айтқанда Ла Лигада өнер көрсетсе, қалай болады? Қазір сіздерге Ла Лигадағы клубтарды көрсетіп кетейін. Міне, осы клубтарға қарсы өнер көрсететін болады. Енді құрамға келсек, біз 4-3-3 құрамымен ойнайтын боламыз. Шабуыл шебінде Нұр Channel, Али KZ және Нони. Бұл жерде Али KZ-тің Алик дегені түспей қалған, бірақ бұл мәселе тудырмайды деген ойдамын. Және жартылай қорғаушылар Кибро, Данигриал, Досымжан, қорғаушылар Дейлейн, Нұраз және Ареке, Айшуақ, ал қақпада Майк Миллер. Қосалқы құрамға келсек, Аслан Моқан және Дука, Нунакун, Армани, Қалам, Зефрикс және Рамазан. Қазір сіздерге ойыншылардың түрін көрсетіп кетейін. Әрине, кейбір ойыншылардың түрі ұқсамауы мүмкін, себебі 18 ойыншының түрін ұқсату деген бұл әрине өте қиын. Егер әрине бұл видео көп просмотрды жинап ұсынысқа ие болып жатқан жағдайда, түрлерін барынша әдемі қылып ұқсатуға және видеоны керемет қылып жасауға тырысатын боламыз. Сондықтан бұл видеоның астына 500 лайкты жинап кетейік. Алғашқы біздің қарсыластарымыз ол Мальорка деген клуб екен. Қазір біз оларға қарсы ойын өткізетін боламыз. Кішкене ақпараттар алып кетейік. Бұлай қатты бір мықты клуб емес, бізбен тең деңгейлес клуб. Енді қазір ойынды өткіземіз және жеңіске жеткен клуб бізде қарсылас клуб Мальорка клубы. Алғаш болып есепті олар ашқан және 7-ші минутта Нұр Channel есепті теңестірген. Олар қайтадан алға шыққан және Ареке 79-ші минутта теңестірсе де, олар соңғы минуттарда жеңісті жұлып алып кеткен. Алғашқы жеңілістен кейін біз 13-ші орынға түсіп қалдық, ал біздің келесі қарсыластарымыз олар Валенсия. Олар алғашқы ойында жеңіске жете алған екен. Енді біз бұл жолы жеңіске жетуге тырысамыз және жеңіске жете алдық. 2-4 есебімен жеңіске жеттік. Алғаш болып Али KZ есепті ашқан, одан кейін оларды есепті теңестірген. Одан кейін бізде 37-ші минутта Досымжан голды соққан және 68-ші минутта Нұр Channel соқса, олар есепті қысқартуға тырысқанмен де Ареке ойынның нүктесін қойған. Өте тамаша 6 мүмкіндігіміз болған, соның 4-еуін голға айналдыра алғанбыз. Келесі қарсыластарымыз осал емес, олар Реал Соседат клубы, бірақ олар мүлдем жеңіске жете алмаған. 2 тур бойы алғашқы турда жеңіліс тапқан, екінші турда тең ойнаған және бұл турда олар тағы да тең ойнады. Алғаш болып бізде Дейлин есепті ашқан және олар екінші таймда есепті теңестіріп кеткен. Жалпы мұндай клубпен тең ойнаған өте тамаша. Кезекті қарсыластарымыз осы жылы әлемді өзінің керемет ойынымен таңдандырған Жирона клубы. Қазір оларға қарсы керемет ойын өткізуге тырысатын боламыз. Мүмкін болса жеңісті де алып кетуге тырысамыз. Алайда бұл жолы бізге жеңіс бұйырмады. Олар алғаш болып гол соққан және бізде Досымжан есепті теңестірген және одан кейін ешқандай қызықты мүмкіндіктер болмаған. Ойын дәл сол есеппен аяқталған және ойынның үздігі бізде Досымжан атанған. Келесі қарсыластарымыз біздің өте керемет клубтардың бірі болып саналатын, ол Севилья клубы, бірақ соңғы 5 ойында бір ғана жеңіске жеткен, бір тең ойнаған, 3 рет жеңіліс тапқан. Енді ондай клубқа қарсы міндетті түрде жеңісті жұлып алып кетуге тырысамыз. Жоқ, бұл жолы да тең ойнадық. Олар 9-ші минутта есепті ашқан және 54-ші минутта бізде Нұр Channel есепті теңестірген. 5 турдан кейінгі жағдай бізде осындай. Қазақ YouTube клубы 9-ші орында тұр, 1 рет жеңіске жеткен, 3 рет тең ойнаған, 1 рет қана жеңіліс тапқан және 6 ұпай жинап үлгерген. Әзірге жаман емес, ал 1-ші орында Реал Мадрид клубы 13 ұпаймен тұр. Кезекті қарсыластарымыз Гранада. Бұл клуб мүлдем жеңістің дәмін тартып көрмеген, соңғы 5 ойында 3 рет тең ойнаған, 2 рет жеңіліс тапқан. Енді қазір көрейік, жеңіске жету қажетпіз міндетті түрде және жеңіске жете алдық. Өте тамаша. Алғаш болып бізде есепті Ареке 52-ші минутта ашқан және 77-ші минутта Нұр Channel есепті еселеген. Өте тамаша 6 соққы жасаған, соның 2-еуін голға айналдыра алған. Ал атышулы Реал Мадридке қарсы тең ойнаған. Олар мүлдем соққы жасай алмаған және біз де соққы жасай алмадық. Бірақ та Реал Мадридке қарсы тең ойнау дегеніміз өте тамаша секілді. Бұндай клубқа әрине біз Реал Мадридтен бір ұпайды алып кете алдық. Өте тамаша. 8-ші турдағы қарсыластарымыз бізде Селта. Қазір оларға қарсы ойын өткіземіз. Бізге бұл ойын өте маңызды.
3 ұпай әрине бұндай клубтан алу бізге жоғарғы орындардан табылуға өте зор мүмкіндік. Қазір енді ойынды өткізетін боламыз және жеңіске жеткен клуб өкінішке орай Селта клубы. Алғаш болып Йога Аспас есепті ашқан және Аликизет 25 минутта есепті теңестіргенмен де 85 минутта, яғни ойынның аяқталуына 5 минут қалған кезде олар бізден жеңісті жұлып алып кеткен. Әрине өте өкінішті. Келесі қарсыластарымыз бізде 8-ші орында тұрған Вильяреал клубы, ал біз 10 ұпаймен 11-ші орында тұрмыз. Қазір енді клуб әрине Вильяреал клубы өте қиын, бірақ бізге жеңіс міндетті түрде қажет. Давайте жігіттер жеңіске жетейік. Қазір ойынды көретін боламыз және жеңіске жеткен клуб Вильяреал клубы 3-1 есебімен жеңіске жеткен. Бізде тек гол соққан Нони екен. Екі ойын қатарынан ұпай жоғалтқаннан кейін біз өкінішке орай 11-ші орынға түсіп кеттік, ал қарсыластарымыз 12-ші орында келе жатыр екен. Жігіттер міндетті түрде жеңіске жету қажет, жетейікші. Қалай? Тағы да 1-3 есебімен жеңіс таптық. Тек қана голды соққан бізде Зефрикс екен. Өкінішке орай тағы да 3 ойын қатарынан біз ұпай жоғалтып келе жатырмыз. Осылайша 15-ші орыннан бір-ақ шықтық. Ал қарсыластарымыз Альмерия, олар 20-ші орында келе жатыр. Жігіттер міндетті түрде жеңіске жету керек қой бұндай сәтті. Қазір ойынның нәтижесін бірге көретін боламыз. Негізгі құраммен шығатын боламыз және жеңіске жеткен тең ойнап қалдық 20-ші орында тұрған клубпен. Тіпті олар алғаш болып голды соғып кеткен ғой бізде. Және біз, одан кейін 2 гол қатарынан соғып алға шыққанбыз, бірақ қайтадан сол 85-ші минутта олар гол соғып, бізден бір ұпайда алып кете алды. Біздің 12-ші турдағы қарсыластарымыз Атушула Атлетико Мадрид клубы және біз қазір 16-ші орында тұрмыз. Төменгі лигаға түсіп кетуге өте қауіпті, сондықтан да бізге бұл ойында жеңіске жету, жеңіс емес, хотя бы тең ойнау өте маңызды. Қазір көрейік ойын нәтижесі және жеңіс таптық. Өкінішке орай алғаш болып бізде Алварес есепті ашқан және одан кейін есепті теңестіргенбіз, бірақ Алварес қайтадан өз клубын алға шығарған және 3-1 болған есеп. Содан кейін бізде Нони есепті қысқартуға тырысқан, бірақ жеңіске жете алмадық. Осылайша біз 17-ші орыннан бір-ақ шықтық. Енді біз қазір бұл клубқа 18-ші орында тұрған клубқа қарсы енді ойнай алатын шығармыз. Жігіттер жеңіске жетейік. Қазір ойынды бірге тамашалайтын боламыз және жеңіске жеткен клуб бізде қазір жеңіске жеттік. Аликизет бізде жеңіссіз серияны бұзып берді. Өте тамаша. Әрине минималды есеппен, бірақ минималды есеп болса да 3 ұпайды еншіледік. Өте тамаша. Ендеше келесі турға кеттік. Сәл-пәл болсын жағдайымызды жақсартып алдық. 15-ші орынға дейін көтерілдік. Ал ендігі қарсыластарымыз бізде Реал Бетис клубы. Реал Бетис клубына қарсы кемі бір ұпай алып кету қажетпіз. Қатты бір мықты клуб емес шыны керек, және тіпті 3 ұпайды алып кеттік. Аликизет тамаша бізге жеңістер сыйлап жатыр. Бұл жолы ол Аликизет дубль жасады және бізде небәрі 4 қана мүмкіндік болған, соның 2-ін пайдалана алғанбыз. Және бұл ойынның өзігі түсінікті ғой, Аликизет 9-6 рейтингіне ие болған. Жағдайымыз жаймендеп жақсарып келе жатыр. 14-ші орынға дейін көтеріле алдық. Енді келесі қарсыластарымыз Хетафе екен. Олар дәл қазіргі таңда 9-ші орында келе жатыр. Міне 21 ұпайы бар екен. Жеңіске жетсек, біз енді кемі 10-ші орынға дейін бұлай көтеріле аламыз, сондықтан да жеңіске жету керек біз жігіттер. Енді қазір көрейік, жеңіске жете алады деген ойдамын. Құрам негізі жақсы, қазір 2 ойын қатарынан жеңіске жетіп келе жатыр және бұл ойында жеңіске жетті, тамаша, және бізге жеңіске жетуге Зефрикс көмегін берді. Өте тамаша, біз енді 3 ойын қатарынан жеңіспен келе жатырмыз. Осы қалпымыздан таймау керек. Жарайсыңдар жігіттер. Ендігі қарсыластарымыз бізде Алавес клубы. Жеңіске жете алам екен біздің жігіттер. Енді бір ұпай болсын алып кету қажетпіз және жеңіске жеттік, тамаша. Біз өз сериямызды 4-ші ойынға дейін жалғастыра алдық. Алғашқы голды Ареке соққан, олар есепті теңестіргенмен де 2-ші таймда бізде Норчонел мен Ареке гол соққан және Ареке бұл ойынның үздігі атанған
10-0 рейтингіне дейін ие болған міне керемет ойыншы. Осылайша 10-шы орыннан бір шықтық, ал қарсыластарымыз 16-шы тұрған Кадис клубы. Қазір біз енді Еврокубоктарға шығу үшін мүмкіндігіміз бар. Егер енді 2-3 ойын қатарынан жеңіске жетсек, біз міндетті түрде Еврокубок зонасына кіретін боламыз. Ол үшін бізде осындай клубтарға қарсы жеңіске жету қажетпіз. Жігіттер, жеңіске жету бізге маңызды еді ғой. Ареке әдеттегідей өз голын соққан, олар есепті теңестірген. Нұр Ченел 63-ші минутта бізді алға жетелесе де, бірақ 67-ші минутта есепті теңестіріп кеткен және ойын дәл сол есеппен аяқталған. Әрине өте өкінішті, бірақ біз бәрібір де бір ұпайды алып кете алдық. Келесі қарсыластарымыз 5-ші орында тұрған Атлетик Билбао клубы. Олар қазір бізде 17 турда 30 ұпайды жинап үлгерсе, біз 17 турда 24 қана ұпайды жинадық. Егер Атлетик Билбао клубын жеңсек, біз Еврокубок зонасына жақындайтын боламыз. Сондықтан да бізге жеңіс өте маңызды. Мен жігіттерге сенемін, жеңіске жетуі қажет және жеңіске жете ала ма? Қазір бірге қарайық. 3-0 есебі. Алғаш болып бізде Нұр Ченел 21-ші минутта есепті ашқан. Одан кейін бізде өкінішке орай 46-ші минутта Делин жарақат алып қалған және Нұр Ченел дубль жасаған. Ойын соңында Армани есепті 3-0-ге жеткізіп, ойынның нүктесін қойған. Өте тамаша. Бірінші айналымның соңғы ойыны бізде Барселона клубына қарсы. Қазір олар туралы кішігірім ақпарат алып кетейік. Олар соңғы 5 ойында 4 рет жеңіске жеткен. Қиын болары сөзсіз, бірақ біз бұл жерде тырысып көретін боламыз. Енді жеңіс демей ақ қояйын, кемі тең ойнауға тырысамыз. Ойын нәтижесі бізде 4-0. Өте қатты жеңіліппіз. Алғаш болып Рафина гол соққан және Ферран Торрес есепті 2-0-ге жеткізген және соңында Левандовски дубль авторы атанған. Ендігі кезекте кубок ойындары өз кезегін алады. Алғашқы қарсыластарымыз бізде Райо клубы. Негізі бұл клубты жеңуге болады, себебі біз бұдан да қиын қарсыластарды жеңген болатымыз және дәл солай 1-3 есебімен жеңіске жеттік. Алғаш болып бізде Ареке есепті ашқан, одан кейін олар теңестірген. Алайда бізде екінші таймда Даник Реал есепті 2-1-ге жеткізіп, Кюбро ойын соңында бізде ойынның нүктесін қойған. Өте тамаша, біз 1-8 финалға жолдама ала білдік және ойынның үздігі бізде Даник Реал мен Кюбро атанған. Екінші айналымда басталды. Алғашқы қарсыластарымыз бізде Вильяреал. Енді әрине өте қиын қарсылас екені түсінікті. Кемі бір ұпай алып кетуге бар күшімізді саламыз, бірақ күшіміз жетпеді. Олар 2-0 есебімен бізді жеңіп кетіп, өздеріне 3 ұпайды еншілеп кетті. Келесі қарсыластарымыз кубокта қарсылас атанған Райо клубы. Жалпы бұл клубты жеңуге болады, соны дәлелдеген болатынбыз. Бұл жолда неліктен жеңбеске деген сұрақ. Бірақ өкінішке орай жеңіске жете алмадық. Көп шабуылдар жасадық, бірақ гол соғылмады. Бір ұпаймен үйімізге қайттық. Келесі ойын бізде қайтадан кубок ойындары. Қарсыластарымыз Спортинг клубы. Енді жеңіске жете аламыз бекен бұл ойында. Кішкене қарсыласымыз туралы ақпарат алайық. Соңғы 2 ойында екеуінде де жеңіске жеткен, бірақ та енді біздің клуб осал емес, жеңіске жету қажет секілді, білмеймін. Енді көре жатармыз, ойын нәтижесін жоқ, бірақ Спортинг клубы бізден жеңісі алып кеткен екен. Алғаш болып олар есепті ашқан және бізде бұл жерде Айшуақ есепті теңестірген және Аликезет бізді алға шығарса да, соңғы минуттарда голды жібере алғанбыз және ойын 20 минутқа дейін созылып, 111-ші минутта тағы голды жіберіп, кубоктағы жорығымызды аяқтадық. Кубок ойындарынан кейінгі қарсыластарымыз біздің Реал Мадрид өте қиын қарсылас екені сөзсіз. Олар дәл қазіргі таңда бірінші орында келе жатырса, ал біз 13-ші орында келе жатыр екенбіз. Енді клуб әрине өте мықты екені сөзсіз, бірақ біз енді кемі бір ұпай алып кетуге тырысатын боламыз және ойын нәтижесі бізде қазір көретін боламыз. Жеңіс, есеп 1-1 болған. Әрине олар алғаш болып есепті ашқанмен де Нұр Ченел бізде есепті теңестірген. Біз сонда Реал Мадрид клубынан 2 рет
ұпайды алып кете алдық. Өте тамаша. Ендігі қарсыластарымыз бізде Гранада клубы. Жеңіске жету қажетпіз. Олар 19-шы орында келе жатыр екен, және соңғы 5 ойында 3 рет жеңіліс тауып, 2 рет қана жеңіске жеткен. Қазір енді біздің құрам сәл-пәл шаршап жатыр, соның кесірінен енді біз тең ойнап қалдық. Алғаш болып олар есепті ашқан, және бізде Рамазан есепті теңестірген. Одан кейін ойында ешқандай қызықты мүмкіндіктер болмай, ойын дәл сол есеппен аяқталған. Ендігі қарсылас бізде Валенсия клубы. Олар 11-ші орында келе жатыр. Біздің негізгі қарсыластарымыздың бірі десек те болады. Соңғы 5 ойында 2 рет жеңіске жетіп, 2 рет тең ойнап, 1 рет жеңіліс тапқан. Енді қазір біздің ойыншылар осы құраммен шығып көреміз. Қазір міне осы, және ойын нәтижесін көреміз. 2-0. Өкінішке орай біз бұл ойында жеңіліс таптық, және өзіміздің негізгі қарсыластарымыздан ұпай ала алмадық. Ендігі қарсыластарымыз бізде 4-ші орында келе жатырған Атлетико Мадрид клубы екен. Өте қиын болары сөзсіз. Енді кемі 1 ұпай алуға тырысамыз, бірақ өкінішке орай есеп 3-1 болып аяқталды. Бізде жалғыз голдың авторы Арике екен. Енді біз келесі турларға кеттік. Келесі турдағы қарсыластарымыз 18-ші орында келе жатырған Осасуна клубы екен. Міндетті түрде жеңіске жету қажет. Өйткені біздің қазір жеңіссіз сериямызды бозу керекпіз. Егер бұлай жалғаса берсе, әрине өте жаман. Тағы да жеңіссіз сериямыз жалғасады. Алғаш болып есепті ашқан, және Арике бұл жерде тағы да гол соққан, және бізде соңғы минуттарда Алькизет есепті теңестірген екен. Енді келесі турға кеттік. Кезекті қарсыластарымыз 10-шы орында келе жатырған Хетафе клубы. Соңғы 5 ойында 3 рет жеңіліс тапқан, 1 рет тең ойнаған, 1 рет жеңіске жеткен. Давай жігіттер, жеңіске жетейік енді бұл жолы. Және жоқ, жеңіліс таптық. Алғаш болып есепті ашқан, және Норченол есепті теңестірген. Әдеттегідей соңғы минуттарда голды жіберіп қойдық. Ендігі қарсыластарымыз Атлетик Бильбао клубы. Олар 8-ші орында келе жатыр екен. Ендігі жолы білмейіп жеңіске жетекші жігіттер. Тағы да тең ойын Норченол есепті ашқан, және тағы да ойынның соңында Атлетик Бильбао есепті теңестіріп кеткен. Өте өкінішті. Келесі қарсыластарымыз 20-ші орында келе жатырған Альмерия клубы. Жігіттер, енді бұл клубқа қарсы ұпай ала алмасаңдар, білмедім ал. Жеңіске жету қажет жігіттер, серияны бұзайық жеңіссіз. Енді қазір ойын нәтижесін көретін боламыз. 1-1. Тіпті олар алғаш болып есепті ашқан, және бізде Аликезет есепті теңестірген. Өте өкінішті, біз әлі де жеңіске жете алмай келе жатырмыз. Ал ендігі қарсыластарымыз бізде 1-ші орында келе жатырған Барселона клубы. Енді Реал Мадрид клубының екеуінің ұпайлары бірдей екен. Қазір біз енді осы Барсадан ұпай аламыз бекен. Әрине қиын екені сөзсіз, бірақ кемі 1 ұпай алуға тырысатын боламыз. Осы құраммен шығатын боламыз. Енді кеттік. Біз Барселонадан 1 ұпайды алып кете алдық, және біз 70% допқа иелік еткенбіз. Өте тамаша, бірақ әлі де біздің жеңіссіз сериямыз жалғасады. Келесі қарсыластарымыз бізде 12-ші орында келе жатырған Севилья клубы. Енді бұл клубқа қарсы кемі 1 ұпай алуға тырысамыз. Әрине өте қиын қарсылас екені сөзсіз. Бұл жолы да өкінішке орай тағы да тең ойнадық. Мүмкін қуанышқа орай, білмеймін. Енді Севилья клубынан 1 ұпайды алып кеттік. Ойында ешқандай қызықты шабуылдар болмаған екен. Лиганың аяқтауына азаған турлар қалды, ал біз болсақ әлі де жеңіске жете алмай келе жатырмыз. Ал ендігі қарсыластарымыз біздің Сельта клубы. Жеңіске жетуге тырысамыз. Әр ойында әрине тырысып жатырмыз, бірақ жеңіске жете алмай жатырмыз, және тағы да тең ойнадық. Тағы да тең. Білмеймін, неліктен бұндай ойындар көбейіп кетті. Кезекті тур Жиронаға қарсы. Әрине өте қиын қарсыластарымыздың бірі, бірақ енді жеңіске жету қажет. Жоқ, тағы да тең ойын. Алғаш болып есепті ашқан жоқ, бірақ біз бұл жер кембек жасағанбыз. Олар 2 голды соққан. Содан кейін біз соңғы минуттарда 2 голды соғып, 1 ұпайды
алып кете алғанбыз. Әзірге бұл ойын негізі нашар болды деп айта алмаймыз. Ендігі қарсыластарымыз бізде Реал Сосьедад. Біз 33 турдан кейін 37 ұпайды жинап 14-ші орында тұрмыз. Негізі қызыл зонаға сәл-пәл қауіп бар, сондықтан да осы қарсыласымызды жеңу қажетпіз. Ал Реал Сосьедад болса 5-ші орында келе жатырған клуб екен, және ойын нәтижесі бізде 3-2. Өкінішке орай Норчинал алғаш болып есепті ашқан, бірақ олар соңында 3 голды қатарынан соққан, бірақ Норчинал соңында есепті теңестіргісі келген, бірақ ол әрекеті болмады. Ендігі жолы қазір біз 18-ші орында тұрған клубқа қарсы өнер көрсететін боламын. Енді бұл ойында да тең ойнаса негізі таң қалмаймын. Көрейік енді, мүмкін жеңіп кетер. Қазір жеңіссіз серияны бұзып, ойын нәтижесі 0-0. Ай-ай-ай, не болды біздің клубқа? Қатарынан неше рет тең ойнады уже. Енді білмеймін не істеуге болады бұл клубпен. Алдағы турларда жеңіске жете ала ма, қазір бірге көретін боламыз. Ендігі қарсылас бізде Реал Бетис клубы, ал біз болсақ 16-ші орынға дейін түсіп кеттік. Өте нашар, әрине. Қазір енді көретін боламыз. Бірінші құраммен ойынға шығамыз, және бұл ойында біз жеңіске жеттік. Тамаша, неше ойыннан кейінгі жеңіссіз сериямызды бұздық. Әдеттегіде бізге жеңіссіз серияны бұзуға Али Кейзет көмектеседі, және одан кейін бізде Кюбро 70-ші минутта есепті еселеген. Өте тамаша, 3 ұпайды еншілеп кеттік. Келесі қарсыластарымыз бізде 16-ші орында тұрған Кадис клубы екен. Жалпы бұл клубтан енді жеңісті алып кету болады. Реал Бетисті жеңсек міндетті түрде Кадисті жеңе аламыз деген сөз ғой бұл. Енді қазір көретін боламыз. Бірінші құраммен ойынға шығамыз. Кейбір ойыншылар енді шаршап жатыр екен, амалсыздан ойынға шыға береді, және ойын нәтижесі 1-1, тағы да тең ойын. Нони бізде алғашқы голды соққан екен. Ал біздің соңғы турдағы қарсыластарымыз олар Алавес клубы 18-ші орында келе жатыр екен. Біз міндетті түрде қызыл зонаға түспейміз, ол өте қуанышты, және біз қазір енді сәл-пәл 13-ші орынға көтерілу үшін осы Алавес клубын жеңу қажетпіз, және қазір көрейік жеңіске жете аламыз ба? Я, жеңіске жете алдық, және әдеттегідей Али Кейзет бұл ойында дубль жасаған. Енді демек, ойынның үздік ойыншысы атанған. Өте тамаша, 95 рейтингіне ие болған. Осылайша лига аяқталды. Біз 13-ші орынмен аяқтадық, ал чемпиондықты бұл жерде Барселона клубы иеленді. 82 ұпайды жинаған екен, және Реал Мадрид клубы да 82 ұпайды жинаған, бірақ доп айырмасы арқылы Барселона чемпион болған екен. Негізі бұл жерде толық тартысқа толы болған екені сөзсіз. Және қазір біз өзіміздің клубымыз туралы қанша ойын жеңіске жетті соны қарайтын боламыз. 38 ойында 9 рет жеңіске жеткен, 18 рет тең ойнаған, және 11 рет жеңілген, солай 45 ұпайды жинаған екен. Қазір біз көрейікші, қандай клуб 18 рет тең ойнай алған, бізден басқа енді қарап шығатын боламыз. Менің ойымша ондай клуб жоқ секілді, себебі 18 рет тең ойнау. Я, дәл солай 18 рет тең ойнаған жоқ екен, тек біз 18 рет тең ойнаған екенбіз. Әрине қызық жағдай, бұндайды мен енді көре бермейді екенбіз шыны керек. Қазір біз ойыншылардың статистикасын қарап жіберейік. Не қазір тез етіп қарап шығамыз. Достар, осымен видео аяқталды. Видео ұнаса лайктарыңызды басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер. Ендеше сау, саламатта болыңыздар.